бәріне сәлем, сіздер мен Нұржан, және де бүгінгі видеода бізде челлендж болады. Және де 35 қабат киім. Бұл өте қиын әрине, бірақ мен оны істеуім керек. Мен бұл идеяны орыс ютуберлерінен көрген болатым, сосын мен қайталағым келді. Бірақ оларда 100 қабатқа не жетамын деп, тіпті 50 қабатқа. Сондықтан мен өзімді аяйын деп 35 қабат. Бұл да өте көп. Сондықтан біз бастаймыз. Мен оңайдан бастағым келді, және де ең бірінші мен носки киемін. Менде және де 3 киім тұр. Сондықтан бұл саналады. Бірінші. Мен қазір видеоның аяғында семіз болады. Семіз тоқшамайды. Қазір 10 киімнен кейін көрсеміз. Міне мына 9-шы футбол. Және де 10-шы. Міне менде аяғымда неше носки? Үшін аяқпен 8 болды, мынау 9-10. Қазір 20-шы слайды кездесеміз. Түсініңіздер, мен бұл челленджді орындалмай қалдым, себебі осы киімдер шеше алмаймын деп. Енді мен кезегім. Енді Жандостың кезегі киімдерге олда шыдайтын шығар деп ойлаймын. Және де көрсеміз қазір. Қазір 10 сойлан кейін кездесеміз. 9-шы. Енді 10-шы. Жеңілдің ба? Ой! Енді қадеп носкилерді кеші. Носкилерді. Жандос енді кофталарды кигісі келмейді, носкилерді киесің. Бір носкимен 10-шы слой болады. Нешінші болды Жандос? 11-ші ма? Мен 8-ші болды ғой деймін. 10-шы, 11-ші, 18-ші. 12-ші. 12 киім. Тоқта, енді шалбар. 13. Болады сосын 14. Жандос сонымен қазір 14 киім еді. Сонымен жеңілдім дейді Жандос. Қазір көреміз. Міне Жандос осылай 14 киіммен көрінеді. 14 дейін бірнеше. В общем, осылай Жандос бірнеше килограммға семіріп кетті. Айнаға қарауың алады Жандос? Жарайды, Жандос тезірек шешкісі кеп тұр. Сондықтан қазір Жандос шешеді барлығын. Қазір көрсеміз. Осымен ролигіміз аяқталды. Сізге ролик ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басаңыз, міне мынау Жандос бауырым қайтанышым жыдай береді. Және де сау болыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Жаңа челлендждер көп шығатын болады.